Қайырлы күн оқырмандар, Түс Шору каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге түсіңізде ит көрсеңіз қандай мағынаны білдіреді, сол туралы толық ақпарат беретін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Видеоны бастамас бұрын каналға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Каналымнан бұдан да басқа түрлі түс шоруларды таба аласыздар. Ит ежелден адамның досы саналады. Белгілі түс шорушы алхимик әрі дана Мишель Нострадамус түске ит көруді жақсылықтың белгісі санаған. Оның айтуынша мұндай түс көрген адамның үйінде тыныштық пен береке орнайды екен. Ит адамға адал үй жануары болғандықтан Нострадамустың оған қатысты барлық жорамалында ол тек жақсылықтың белгісі ретінде ғана көрсетілген. Егер жастардың түсіне ит кірсе, онда ол өмірде сүйіктісін кездестіріп, онымен романтикалық хикаяны басынан кешіреді. Егер итті қолыңызда көтеріп тұрсаңыз, сізді жақсы жаңалық күтіп тұр деген сөз. Арқанмен ит жетектеген болсаңыз, қандай да бір шектеулерден арыласыз деген мағынаны білдіреді. Нострадамустың пайымдауынша, түске үлкен иттің кіруі үміттің ақталмауы. Сонымен бірге ит біреуге көңіліңіз толмаса да кіруі мүмкін. ақш психологы танымал трактаттың авторы Густав Миллер адам түсінде жанында ит тұрғанын көрсе, оның барлық бастамасы сәтті аяқталады дегенді білдіретінін айтқан. Сонымен бірге мұндай түс табысы көп қаржылық операциялардың белгісі болуы мүмкін. Миллердің айтуынша, түсте иесіз итті көру бұрын жасаған қателіктеріңізді жөндеудің тамаша мүмкіндігі болуы мүмкін. Түсіңіздегі қызметтік ит көрсеңіз, заңға қатысты қандай да бір мәселе туындауы ықтимал. Үй итін көрсеңіз, түс көрген адамды отбасылық табыс, тыныш өмір мен береке күтеді. Түсіңізде соңыңыздан қалмай сізге қожайынына сияқты еркелеп жүрген ит өмірдегі жаңа мүмкіндіктердің белгісі болуы мүмкін. Ванганың түс жорамалы бойынша түске ит кіру жақсылықтың нышаны. Жорамалға сәйкес мұндай түс көрген адамға жақындары мен жанашыр достары қолдау көрсетеді деген сөз. Егер үйленген жігіт түсінде ит көрсе, онда өңінде табысқа жетеді. Әсіресе егер түс көруші түсінде итті қолмен сипаласа, тіптен қуана беріңіз. Демек өмірде көп ұзамай ұшан теңіз табысқа жетесіз. Егер түс көріп жатқан адам итке зақым келтірсе, ұрып жіберсе, немесе атып тастаса, онда ол жақын арада басқа жерге көшіп кетеді деген сөз. Итке жататын жер беріп, оған қамқорлық көрсету өміріңіздегі ең осал емес жауыңызбен татуласасыз дегенді білдіреді. Ванга сонымен бірге түске қара ит кірсе, нені білдіретінін болжап кеткен. Оның сөзінше, түске қара ит кірсе, жақын досыңыздың сатып кетуінің, немесе өмірде қиын күндер күтіп тұруының белгісі болуы мүмкін. Психоанализдің негізін қалаушы Зигмунд Фрейд түске ит кірсе, жамандықтың белгісі дейді. Ол мұндай түс көрген адамды өңінде қиындықтар күтуі мүмкін екенін айтқан. Сонымен қатар жеке қарым-қатынаста да күрделі кезеңдер болуы ықтимал. Сондай-ақ әйгілі ғалым итке қатысты төмендегідей болжамдарда мәлім еткен. Егер ит түсіңізде сіздің үстіңізге дәрет сындырып кетсе, демек өмірде сізді біреу намысыңызға тиіп жерге қаратады деген сөз. Егер ит түсіңізде сөйлеп жүрсе, онда жақын арада көптен күткен арманыңыз орындалады. Бастысы, иттің сізге не айтқанын есте сақтау қажет. Ит түсіңізде үлкен дәретке отырса, онда өмірде байып, қоғамдағы беделіңіз артады. Түсте ақ ит көрсеңіз, бұл жақсылықтың белгісі. Мұндай түс сіздің достарыңыздың қолдауына мұқтаж екендігіңізді білдіреді. Бұл сонымен бірге көп жылдан бері көріспеген адаммен кездесуіңіз мүмкін дегенді білдіреді. Исламда имам Ибн Сирин құрастырған түс жорамалы бар. Онда егер түске ит кірсе, онда адамды ұят қысып жүр дегенді білдіреді деп жазылған. Ең бастысы өз қателіктеріңізді уақытылы мойындап, оны жөндеуге тырысу болып табылады. Осыған орай ислам түс жорамалындағы итке қатысты болжамдарды айтып өтемін. Егер ит түсіңізде ырылдаса, онда бұл адам жарақат алуы мүмкін. Егер ит түсіңізде қолыңыздан қауып алса, онда өмірде біреумен төбелесіп қалуыңыз мүмкін. Сол сияқты сізге біреу жала жабуы мүмкін. Сондықтан барынша сабырлы болуыңыз керек. Ал егер түсіңізде ит сізді ұнатып, құйрығын бұлаңдатып жүрсе, онда жақын арада бұрыннан араласқан жанашыр досыңызбен кездесесіз деген сөз. Хиромант және астролог Евгения Цветкованың болжауынша, түске ит кіру өмірдегі оң өзгерістердің белгісі болуы мүмкін. Цветкова былай болжаған: егер ит отбасылы ер адамға тісін қайраса, онда ол жұбайымен сөзге келіп қалады деген сөз. Егер ит түсте абалап жатса, онда түс көруші өзі жалғыз демалуды аңсап жүр деген мағынаны білдіреді. Егер түсте ит өліп қалса, онда ол жамандықтың нышаны. Демек сізді өзіңіз бен отбасыңызға қатысты күрделі мәселелер күтіп тұр деген сөз.
Мұндайда бастысы түс бейсенбіден жұмаға қараған түні кірмесе болғаны. Аптаның басқа күндері кірген түс өңімізде орындалмауы да мүмкін. Дэвид Лофтың сөзінше, түсте ит көру әртүрлі мағынаны береді. Оның пайымдауынша, бастысы түсіңізде неше ит көргеніңізді есте сақтап қалу керек. Егер түсіңізде бір ит көрсеңіз, онда өміріңізде оң өзгерістер болады. Екі ит көрсеңіз, онда түс көрушіні қиын жұмыс күтіп тұр деген сөз. Егер түсіңізде көп ит көрсеңіз, онда түс көрген адам көп ұзамай жұмыс істеу саласын өзгертеді. Егер түсте кішкентай итті көрсеңіз, онда сіз болашақта жақын досыңыз бола алатын адаммен танысасыз. Мұндай түс әсіресе әйелдер үшін жақсы түс деп саналады. Медиум Хасси итке қатысты түсті жақсылыққа жориды. Ол егер адам түсінде жатырқамайтын, керісінше адамдарды жақсы көретін итті көрсе, онда түс көруші жан қаржы тұрғысынан да жеке өміріне де оң өзгерістер әкелетін адаммен танысады екен. Сонымен бірге Хассинің түске қатысты мынадай болжамдары бар. Егер түсте ит ауырып қалса, түс көрген адам өңінде көңіл күйі түсіп, жылауы мүмкін. Десе де ол оның соңы жақсылық болады дейді. Егер түсіңізде ит дәрет сындырса, онда сіздің құпияңыз ашылуы мүмкін. Егер түсіңізде бір топ иттен қашып жүрсеңіз, онда әріптестер тарапынан күрделі мәселелер орын алуы мүмкін. Ондайда иттерден қашпай, керісінше оларды тоқтатып қарсы алу керек. Сонда өңіңізде адам өз бәсекелестерін жеңе алады дейді. Қандай түс көрсеңіз де түсіңізді тек жақсылыққа жорыңыз. Бүгінгі берген ақпаратым осымен аяқталды. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Түс Шору каналы.